Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің бейнебаян оңтүстік Кореяда болған сұмдық оқиға жайлы болады. Ол жайлы тіпті фильм түсірілген болатын. Қарапайым таксист жеңіл ақша табу мақсатында қандай сұмдық жағдайлардың куәгері болды. Болған оқиғаның Қазақстанмен қандай ұқсастығы бар? Ол жағдайлар Корея халқының өмірін қалай өзгертті? Сіздермен бірге Жер домалақ YouTube арнасы. Біздің арнадан әлемде болған ең қызықты оқиғаларды қазақ тілінде тамашалай аласыздар. Ал біз бастаймыз. 1980 жылдың көктемі. Таңертең Сеулдің Мансоп есімді қарапайым таксисті өз жұмысын істеп жүреді. Ол көшелердің бірінде кептеліске тұрып қалады. Ол кептеліске себеп болған көшеге митингке шыққан адамдар жолды жауып қалған. Ол кезде бүкіл Кореяда жарты жылдай бойы халықтың наразылық толқындары жүріп жатқан кез болған. Оған себеп халықтың барлығынан шаршауы. Алдымен 1950 жылдан бастап 1953 жылға дейін оңтүстік Корея мен солтүстік Корея арасында ауқымды соғыс болады. Ол соғыста оңтүстік Кореяда ықшамдап алғанда 1 миллион адамдай қаза болады. Ал соғыстан кейін олардың елдерінде Америка құрама штаттары әскери үкімет құрады. Халық демократиялық өзгерістерді аңсайды. Бірақ мемлекет 18 жыл бойы диктатор Пак Чон Хидің билігінің астында болады. Пак Чон Хи өзін президенттіктен кетірмейтін система құрады. Ол халықты солтүстік Корея кез келген уақытта шабуыл жасауы мүмкін деп қорқытады. Солтүстік Корея шабуыл жасауы мүмкін деген үкіметтің ресми пропагандасы болады. Бүкіл мемлекетте ақш-тың әскери базаларының болуына да сол себеп болады. 1979 жылдың қазан айында президент Пак Чон Хиді атып өлтіріп кетеді. Оны өлтірген демократиялық реформалардың қалаушылары болады. Оңтүстік Корея халқының көп бөлігі оның өліміне қуанады. Бірақ небәрі 2 айдан кейін әскери генерал Чон Ду Хван мемлекеттік төңкеріліс жасап, билікті басып алады. Демократиялық өзгерістер күткен халықтың үміті тағы да үзіледі. Бір әскери үкіметтің екінші дәл сондай үкіметке ауысқанына халық шыдамай, студенттер митингтерге шыға бастайды. Олардың басты талабы әскери жағдайдан бас тарту және биліктің ауысуы болады. Кептелісте тұрған таксистке оралайық. Ол митингке шыққан адамдарды айыптап, осылар шаршамайды екен деп ашуланады. Кешке үйіне келіп, қызының басында жарақат бар екенін көреді. Ол көршінің баласы ұрғанын біліп, ашуланып үйіне барады. Бірақ баланың анасы, сіз қызыңыздың анасы жоқ болғандықтан қатты еркелетіп жібергенсіз деп айыптайды. Одан бөлек квартира арендасының қарызы 100 мың болғанын айтып, ақша төлеуді талап етеді. Мансоп ақша табуға тырысатынын айтып кетіп қалады. Ол қызынан көршінің баласымен ұрсыспауды сұрайды. Ұйықтар алдында радиодан митингтер мен наразылық акцияларына қатаң тыйым салынып жатқаны жайлы естиді. Ол митингтердің кесірінен қайтадан жолаушылар болмайды деп ашуланады. Сеул қаласының аэропортына Жапониядан келіп ұшақ қонады. Жолаушылардың арасында неміс репортері Юрген Хинспеттер болады. Ол аэропортта өзінің репортер екенін жасырып, өзін миссионермін деп таныстырады. Сеулде жергілікті билікке жақын адаммен жасырын түрде кездеседі. Ол адам оған әскери реформалар қабылданғаннан кейін бүкіл оппозиция лидерлері қамауға алынғанын айтады. Кванжу қаласында адам өлімдері болып жатыр деген хабар бар, бірақ нақты ешкім ештеңе білмейді. Ол жақтың барлық телефон линиялары кесілген. Ол қалада не болып жатқанын ешкім білмейді деп айтады. Неміс репортері Кванжу қаласына баруды шешеді. Әлгі адам оған ол қалада шетел журналистерінің жүруі қауіпті екенін айтып, абай болуды сұрайды. Таксист Мансоп асханада көршісімен бірге тамақ ішіп отырады. Олар көрші дастарханда отырған бір таксистің әңгімесін естіп қалады. Ол Кванжоу қаласына бір шетелдік адамды апарып, кешке дейін қайтып келеміз, ол маған 100 мың төлейді деп мақтанып жатқанын естиді. Мансоп алаяқтық жасап, шетел жолаушысын одан бұрын алып кетуге шығып кетеді. Қонақ үйдің алдында тұрып шетелдікті күтіп алады. Ол адам әлгі неміс репортері болып шығады. Мансоп сіздердің такси келе алмай қалғандықтан мені жіберді деп алдай салады. Кванжоу қаласына жақындағанда блокпост тұрғанын көреді. Бұндай блокпосттарды Қазақстан тұрғындары 2022 жылдың басында қаңтар оқиғалары болған кезде көрген. Блокпосттағы солдаттарға өтіп кетсем бола ма, шетел жолаушысын апара жатыр едім дейді. Солдаттар өлгің келмесе жоғал деп оны қуып жібереді. Репортер таксистке егер Кванжу қаласына мені кіргізбесең ақшасын төлемеймін деп айтады. Мансоп қалаға айналып кіретін жол іздеп табады. Бірақ ол жақта да солдаттар блокпост құрып тастаған болады. Олар солдаттарға маңызды қағаздарды Кванжуде ұмытып кеттік, сол үшін қайтып келдік дейді. Аэропортқа кешігіп баратырмыз, ал бұл шетелдің үлкен бизнесмені деп алдап қалаға кіреді. Кванжуға кіргенде Мансоп ақшаны алдын ала төлеп қоюын сұрайды. Кванжуға келгенде олар барлық дүкендердің жабық екенін, ал көшелерде адам жоқ екенін көреді. Олар жүк көлігімен кетіп бара жатқан бір топ студенттерді кездестіреді. Олардың ішінде ағылшынша білетін Джессика есімді бала түсіп, репортермен сөйлеседі. Репортер Кванжуде болып жатқан жағдайларды түсіріп, әлемге көрсету үшін келгенін айтады. Студенттер бұл жаңалыққа қуанып, өздерімен бірге отырғызып, ал таксистке артымыздан жүріп отыр дейді. Таксист бұның барлығы студенттердің кесірінен болып жатыр деп ойлайды. Қазір барсам көлігіме зақым келтіріп алам.
ал репортер 100 000 үшін бүкіл қаланы айналдырып жүргізеді деп бұрылып кетіп қалады. Жолда кетіп бара жатып баласын іздеп жүрген кемпірді аяп дәріханаға апарады. Мансоп дәріханада көптеген жарақаттанған адамдарды көреді. Кейін таксисті репортер көріп, оны бүкіл қаладан іздеп жүргенін айтып ашуланады. Таксисті заттарымды ұрлап қашып кеттің деп айыптайды. Таксист репортерге оның заттары көлікте қалып қалғанын білмегенін айтады. Репортер оған ақшасының жартысын беріп, кете берсең болады дейді. Жергілікті адамдар оны шетелдіктен әлде қайда көп ақша алып алғысы келгені үшін айыптап, ақшаны қайтарып бергізеді. Олар оған сен сияқтылар біздің еліміздің атына кір келтіреді деп айтады. Біздің елде де кейбір такси жүргізушілері шетелдіктерді алдап, әлде қайда көп ақша албаған оқиғалар болған. В Алматы вынесли приговор таксисту, который вымогал у иностранцев деньги. Алматыда ақшаға құнығып шетелдік туристерді алдайтын такси жүргізушілеріне тоқтау болмай тұр. Такси жүргізушісі діттеген жеріне жеткізген соң шетелдіктердің соңғы тиынына дейін сыпырып алған. Жиілеп кеткен мұндай әрекеттер елдің имиджі мен туризм саласына кері әсер етуі мүмкін дейді мамандар. Алматинские таксисты снова развели иностранцев в аэропорту. Қазақстанның табиғаты сұлу екен. Алматыдан алған әсеріміз де зор. Бірақ такси жүргізушісінің әрекетіне көңіліміз түсіп қалған рас. Ондай адамдар аз болса да, шетел азаматтарының алдында бүкіл еліміздің атына кір келтіретіні анық. Мансоп репортерге ақшасын қайтарып беріп, жолаушысын баратын жеріне жеткіземін деп уәде береді. Олармен бірге студент Джессик те кетеді. Ол репортер қалада болғанша аудармашысы болуға келіседі. Олар адамдар жиналып жатқан орталық алаңға келеді. Адамдар шетел журналисті келіп, Кореяда болып жатқан жағдайды әлемге көрсетейін деп жатқанын білгенде, оларға жол беріп, қолпаштап шығарып салады. Олар бір ғимараттың алдына тоқтап, оның шатырына көтеріледі. Ол жерде Петр жергілікті журналистпен кездеседі. Ол Петрге бұл жер журналистерге және оларға көмектескен адамдар үшін қауіпті екенін айтады. Сол кезде астында шу болып кетеді. Ол солдаттар халықты газ гранаталарымен атып, дубинкалармен ұрып жатады. Барлығы астына түседі. Репортер барлығын видеоға түсіреді. Оны Мансоп күштеп көлікке алып кетуге мәжбүр болады. Олардың көлігі оталмай жатқан кезде солдаттардың біреуі оларды көріп қалып, далаға шығуды сұрайды. Бірақ кенеттен көлік оталып кетіп, олар қашып құтылады. Олар Джессикті үйіне тастап, Сеулге қайтпақшы болады. Бірақ олардың көлігі сынып қалады. Оларды Джессиктің әкесі сүйреп, жергілікті такси паркіне алып келеді. Жергілікті таксистер оған көлігін жөндеп береміз дейді. Бірақ коменданттық сағат басталып кеткеннен кейін олар таң атқанша қаладан шыға алмайтынын айтады. Мансоп қызының үйде жалғыз екенін айтып, хабарласатын телефон бар ма деп сұрайды. Олар әскердің барлық телефон проводтарын кесіп тастағаннан қоңырау шалатын мүмкіндік жоқ екенін айтады. Халық біріккен кезде олардың бір-бірімен қатынастарын айыру жолдарының бірі олардың байланыстарын ажырату. Біздің Қазақстанға бұндай жағдай таныс. Елімізде қандай да бір қалада халық наразылығын білдіріп көшеге шыға бастаса, интернет байланысы кейбір кезде тіпті телефон байланысы ажыратылады. Мысалы, қаңтар оқиғалары болған кезде бүткіл Қазақстанда интернет байланысын үкімет бірнеше күнге өшіріп тастаған. Бұл біріншіден халықтың бір-бірімен байланысын ажырату үшін, екіншіден болып жатқан жағдайлар жайлы интернеттен ешқандай ақпарат алмай, тек теледидардан көрсетіп жатқан версияға халықты сендіру үшін жасалады. Үкімет мүшелері шетел репортері Петрді Кореяға репортаж түсіру үшін келгенін анықтайды. Оны Кванжуге Сеул таксистімен кіргенін де анықтайды. Ал біздің басты кейіпкерлеріміз жаңалық басталғанда теледидар алдына жиналып жаңалық көре бастайды. Жаңалықтан Кванжу қаласында радикалды студенттер мен басқа өңірлерден келген бандиттер және мародерлер жиналып жатыр деп айтады. Иә, көшеге шыққан қарапайым халық емес, басқа өңірлерден келген мародерлер мен бандиттер дегенді бір жерден естіген сияқтымын. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Онымен қоса теледидардан олар өтірік ақпарат таратып, халықты көтеріліске шақырып жатыр деп айтады. Петр Кореядан кеткенімде бүкіл әлем шындықты біледі деп уәде береді. Арада кішкене уақыт өтіп, олар сыртта бірдеңе жарылған дауысты естиді. Далаға шығып, олар телестанцияның жарылғанын көреді. Телестанцияны Кванжу қаласының халқы өтірік ақпарат таратқандары үшін жарып тастаған болады. Барлық халықпен бірігіп, олар сол жаққа қарай барады. Жол жөнекей кетіп бара жатып, олар көптеген әскери техниканың телестанцияға қарай кетіп бара жатқанын көреді. Кетіп бара жатқан әскери көліктердің біреуінен шетел журналистін Петрді көріп қалып тоқтайды. Үкімет қызметкерлері олардың арттарынан қуалайды. Олар қашып келіп, бір ғимараттардың ішіне тығылады. Джессик мен оларды ұстап қаламын, ал сіздер қашыңыздар деп астына түседі. Астына түскенде Джессикті ұстап алады. Джессик оларға ағылшыншалап қашыңыздар, барлығына болып жатқан сұмдықты көрсетіңіздер деп айқайлайды.
Екеуі қашып Джессиктің әкесіне келіп баласын ұстап алғанын айтады. Екеуі ұйықтар алдында Мансоп Петрге шынымен де Арабияда жұмыс істеп жақсы ақша тауып келгенін айтады. Бірақ әйелі ауырып қалғандықтан емге көп ақша кеткенін айтады. Ешқандай ем көмектеспегендіктен әйелім емделуден үміт үзіп, қызымызды бағу үшін менен такси көлігін сатып алуды сұрады. Қызымда қазір менен басқа ешкім қалмады деп айтып, Петрдің ұйықтап қалғанын күтіп, таң ата бастағанда ақырын шығып кетіп қалады. Көлігін оталдырып кетіп бара жатқанда алдынан тхесу шығып, Сеул көлігін барлық жерде іздеп жатыр деп, оған жергілікті көлік нөмірін береді және қаладан шығатын жасырын жолдар картасын береді. Мансоп кетіп бара жатқан үшін кешірім сұрап кетіп қалады. Ол қаладан шығып көрші қалаға келіп көлігін жөндеуге қояды. Көршілеріне хабарласып, қызының солардың үйінде екенін біліп, оларға бар жағдайды түсіндіріп айтады. Асханада отырып, ол асханашының екі жігітке Кванжу қаласында солдаттар адамдарды өлтіріп жатыр екен деп айтып жатқанын естиді. Мансоп газеттен Кванжуде болып жатқан жағдай жайлы өтірік ақпарат таратып жатқанын көреді. Ол басқа жерлерде адамдар мүлдем шындықты білмейтінін түсінеді. Үйіне кетіп бара жатып, өзінің Кванжуден кетіп қалғанына және Петрді тастап кеткеніне кінәлі екенін сезінеді. Ол бұрылып қайта Кванжуге қарай кетеді. Кванжуге келіп, Петрді дәріханада екенін біліп, сол жерге келеді. Дәріхана жаралы және қайтыс болған адамдарға толы екенін көреді. Ал бір бұрышта жылап отырған Джессиктің әкесін көреді. Ол Джессикті десантниктер өлтіріп, жолға лақтырып кеткенін айтады. Петр болса қайғылы күйде ештеңе істей алмай отырады. Дәріханаға таксистер жаралы адамдарды алып келіп, солдаттар қаладағы адамдарды таңдаусыз атып жатқанын айтады. Барлығы шығып орталық көшелердің біріне келеді. Ол жерде солдаттар жолға шыққан кез келген адамдарды атып жатқанын көреді. Олар көліктерімен жолды жауып, адамдарды құтқара бастайды. Жаралы адамдарды жолдан алып кеткеннен кейін солдаттар оларды қуып, қашып бара жатқан адамдардың артынан оқ ата бастайды. Қашып бара жатқан қарапайым қарусыз адамдарды ату үшін қандай адам болу керек? Бұндай көріністі көру қиын. Ал дәл осындай оқиғалар сенің де еліңде болғанын білсең, одан да қиын. Алдымен 1986 жыл, желтоқсан оқиғалары. Алматы қаласының алаңына 8,5 мыңға жуық қазақ студенттері шықты. Бұл оқиға қазақ елінің сан ғасырлық тәуелсіздік арманының жүзеге асуының алғашқы қадамы ретінде тарих беттерінде мәңгілікке қалады. Қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс-тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан мүлде бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Қазақ жастарының көтерілуіне 24 жыл бойы Қазақстан Компартиясын басқарған Дінмұхамед Қонаевтың орнына қазақ емес, тіпті Қазақстанда туып өскен орыс та емес, Ресей Федерациясынан келген Геннадий Колбин атты саясаткердің тағайындалуы себеп болды. Бірақ Мәскеудегі билік мұны көргісі де түсінгісі де келмей, қазақ жастарының бейбіт демократиялық қозғалысын күшпен, қанмен тоқтатуға кірісті. Жүздеген адам құрбан болса да, ол оқиға бүгінгі күнге де толықтай зерттелмей келеді. Сол оқиғалардан кейін республикада желтоқсан оқиғаларын зерттеуге, ол туралы жазуға және айтуға тыйым салынған еді. Одан кейін осыдан 12 жыл бұрын 2011 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның Жаңаөзен қаласында мұнайшылар өз құқығын қорғауға шыққан болатын. Полиция қызметкерлері қарусыз қашып бара жатқан адамдардың артынан оқ жаудырған болатын. Қала билігі полиция қызметкерлері өздерін қорғау мақсатында оқ атты деп айтқан болатын. Бірақ кейін желіде видеолар пайда болғаннан кейін бар шындығы анықталды. Майынса жақтан уже ОМОНдар келіп жатқан болатын. 80-90 ОМОН киініп алған. Ана бұрыштан бастап уже ата бастады. Ресми деректер бойынша Жаңаөзен оқиғасында 100-ден астам адам жаралы болып, 17 адам көз жұмған. Бірақ қала тұрғындары мен құқық қорғаушылардың айтуы бойынша қайтыс болған адамдар мен жаралы болған адамдардың саны әлде қайда көп. Ал бұл 2022 жылдың басындағы қаңтар оқиғалары. Қазақстанда сұйытылған газ бағасының көтерілуінен кейін, алдымен Жаңаөзенде, кейін бүкіл Қазақстанда адамдар көшеге шықты. Халық газ бағасының қымбаттағанынан бөлек, елдегі қымбатшылықты айтып, биліктің отставкаға кетуін талап етті. Келесі күні ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев үкімет отставкасын қабылдайды. Бірақ барлығы онымен аяқталған жоқ. Одан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа жолдауында Қазақстанға басқа елдерден террористік бандылердің кіргені жайлы
жайлы айтып, контртеррор операциясының басталғанын жариялаған. Қазақстанға ОДКБ ұжымы кіріп, стратегиялық маңызды жерлерді қарауылдаған. Айтпақшы, тағы бір Кореяда болған оқиғалармен ұқсастық. Өзге ел солдаттары Кореяға да кірген болатын. Кванжудегі көтеріліс болған кезде ақш-тың Coral Sea атты кемесі Корея елінің акваториясына кірген. Оның ішінде Корея елінің билігіне қолдау көрсетуге келген толған ақш солдаттары болған. Тек ресми деректер бойынша қаңтар оқиғаларында Қазақстанда 232 адам көз жұмған. Мысалы, сол Кореядағы оқиғаларды алып қарайтын болсақ, ресми деректер бойынша ол кезде 150-170 адам қаза болды делінген. Әрине, бұл сандар әлдеқайда азайтылып айтылған сандар дейді халық. Мен кеше бауырымды, мынау газ машинасы сіздердің әскери бөлім бас кетті. Марқұм болды. Біз мирный митингпен шыққанбыз. Бізге граната, дымовушка, газовый. Менің жастарым 18 жасар жігіттер, 18-19 жасар жігіттер. Көздеріне қан аққанша солармен төтеп берді. Қазақстанда желтоқсан оқиғалары жайылды, Жаңаөзен оқиғасы, қаңтар оқиғалары жайылды, ешқандай тиісті тергеулер жүргізілмеген. Осындай үлкен оқиғалар дұрыс тергелмей жатқанда басқалары жайлы айтпай-ақ қойса да болады. Не болса да уақыттың шындықты анықтай алатын қабілеті бар. Бар шындық уақыт өте келе анықталады. Кванжудегі адамдар Петр мен Мансопқа қаладан тез арада кетіп, елге барлығын көрсетуді сұрайды. Олар қаладан қашып кетпекші болады. Бүкіл қалада шығатын жолдарды солдаттар жауып тастағандықтан, олар амалсыздан блокпосттардың біреуінен өтуге мәжбүр болады. Сол кезде рацияға қаладан ешқандай көлікті шығармасын деген бұйрық келеді. Бірақ таксист қоршауды бұзып қашып кетеді. Оларды джиптермен үкімет мүшелері қуып жетіп тоқтатып алмақшы болады. Бірақ кенеттен басқа жолдан Кванжу таксилері көмекке келеді. Олар өздерінің жандарын құрбан етіп, олардың қашып кетуіне көмектеседі. Петр кетер алдында барлық кассеталарды жасырып, Мансоппен қоштасады. Оған алғысын айтып, репортаж шығарған соң Кореяға қайтып келемін. Сол кезде сіздің көлігіңіздің ақшасын өтеп бергім келеді деп аты жөнін сұрайды. Бірақ Мансоп оны алдап, басқа аты жөнмен басқа мекен жай береді. Петр Жапонияға жетіп, өзінің репортажын шығарады. Ол жерде Кванжу қаласында билік жауыздық жасап, кінәсіз адамдарды аяусыз өлтіргені жайлы және қаланы жауып тастап, телефон байланысынан үзіп тастағаны жайлы айтылады. Петрдің түсірген сұмдық кадрлерін бүкіл әлем адамдары көреді. 23 жыл өткен соң Корея елі Петр Хинспеттерді Кванжу көтерілісі жайлы түсірген репортажы үшін марапаттайды. Марапаттау болғанда Петр өз сөзінде Кванжуде көрген адамдарды ешқашан ұмытпаймын. Бірақ олардың ішінде мен үшін ерекше адам бар. Ол менің батыл досым таксист Мансоп. Мен ол адамды ерекше сағынышпен еске аламын. Оған үлкен алғысымды білдіргім келеді деп айтады. Петр Мансопты бірнеше рет іздеп таппақшы болады, бірақ ақыры таба алмайды. Ал фильмнің соңында бізге шын өмірдегі Петрді көрсетеді. Ол бұл видео арқылы Мансопты тапсам өте қуанатын едім. Егер тапсам, қазір-ақ Кореяға ұшып келіп, екеуміз жаңа Кореяны сіздің таксимен аралайтын едік деп айтады. Бұл видеодан кейін бір жылдан соң 2016 жылы Петр Хинспеттер өмірден озады. 2017 жылы Таксист атты осы фильм шығады. Бұл фильм шығып, Кореяда өте танымал болған соң Мансоптың баласы табылады. Ол өкінішке орай әкесі сол жағдайлардан соң небәрі 4 жылдан кейін 1984 жылы рак ауруынан қайтыс болғанын айтады. Кванжу көтерілісі Корея елінің Америка политикасынан және диктаторлық режимнен бет бұру нүктесіне айналады. Ол көтерілістен кейін билік бірден ауыспаса да, халық басқа бағытқа бет бұрды. Ол оқиғалардан кейін 9 жылдан соң Кванжу көтерілісі жайлы сотта тыңдаулар басталды. Кванжу көтерілісі болған кезде президент болған Чон Ду Хван өлім жазасына кесіліп, бірақ кейін кешірілген. Сол кезден бастап Корея халқы демократиялық бағытты ұстанып, қазіргі таңда ең демократиялық, ең дамыған елдердің қатарына кіреді. Ал Корея халқының ресми ұстанымы 1980 жылы Кванжуде болған оқиғаларды ел тарихында қайғылы бет ретінде емес, демократияландыру қозғалысының дамуының бастапқы нүктесі ретінде қабылдау керектігін айтады. Ал таксист Мансоп сияқты қарапайым, бірақ ел үшін батылдық танытқан адамдардың арқасында Корея елі әлемдегі ең дамыған елдер қатарына кіреді десек, біз қателеспейміз. Қазақстанда да болған оқиғалар Қазақстанның дамуына үлкен үлесін тигізіп, қазақ елінің жарқын болашаққа аттанған бастапқы нүктесі болатынына біз сенеміз. Елім, жерім деп жандары құрбан болған әр адамның еліміздің болашағына қосқан баға жетпес үлесі ешқашан ұмытылмайды. Сіздермен болған Жер домалақ YouTube арнасы. Қазақ тіліндегі контентті қолдап кеткілеріңіз келсе, арнамызға тіркеліп лайк басып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.